Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы вақытқа дейін менімен бірге болып, мені қолдап келе жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Барлығыңызды келе жатқан Құрбан айт мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін сіздерге дәл осындай бурама чак-чак дайындауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге қажет болады ұн, жұмыртқа және ас содасы қажет болады. Таза ыдысымызды аламыз және жұмыртқаларымызды саламыз. Ал жұмыртқаларымызды салдық, енді жақсылап миксерлейтін боламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, бізде ағарып, аппақ пена болғанға дейін миксерлейміз. Енді ас содамызды салып, тағы миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқаларымыз дайын болды, миксерлеп алдық. Енді ұнымызды кішкене салып, жаймен араластыратын боламыз. Алдымен лопатаның көмегімен араластырып аламыз, артынан жақсылап қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қатты жұмсақта болып кетпесін, орташалау, қаттылау болуы қажет. Қамырымызды илеп алдық, енді салапан пакетке салып алып қоямыз. Жарты сағаттан кейін тағы илейтін боламыз. Менде уже жарты сағат өтті. Қамырымды илеп аламын. Енді қайтадан пакетке саламыз. Тағы жарты сағаттан кейін илейтін боламыз. Дәл осылай 4 рет қайталауымыз қажет. Менде уже екінші рет илейін деп жатырмын. Жақсылап дәл осы видеода көрсетілгендей етіп илеп аламыз. Және пакетке салып алып қоямыз. Енді тағы қамырымызды жарты сағаттан кейін илейміз. Дәл осылай. Қамырларымызды жақсылап илейтін болсақ, чак-чактарымыз өте әдемі болып шығады. 4 рет илеп алған қамырымызды енді жақсылап шаюды бастаймыз. Ұнды көп себіп жібермейміз. Аз-аздан салып, дәл осылай шайып алатын боламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі қарапайым рецептердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Және достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, менің каналыма жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта жаңадан шығатын видеоларымды өткізіп алмау үшін. Дәл осылай чак-чактарымызды жайып алатын боламыз. Қатты жұқада, қатты қалыңда болмау қажет, орташа етіп жаятын боламыз. Біздің қамырларымыз жайылып дайында болып қалды. Жұқалығы дәл осылай болу қажет. Көріп тұрғаныңыздай, менің қолым көрініп тұр. Дәл осылай болса жетеді. Ал енді жайып алған қамырымызға әдемілеп жартысына дейін май жағып аламыз, өзіміздің сұйық майды. Қамырымыздың жартысына сұйық майымызды жағып алдық, енді қалған жартысын үстіне жабамыз. Дәл осылай бүктелуі қажет. Енді қолымызды қойып, 4 саусағымызды қойып, пышақтың көмегімен кесіп аламыз, видеода көрсетілгендей етіп. Барлығын бірдей кесуге әрекет жасаңыздар, сонда әдемі болып шығады. Енді бір саусағымызды қойып, дәл осылай үлкендікте кесіп аламыз. Кесіп дайындап алған қамырларымызды енді бір шетке алып қоямыз. 10-15 минутке. Он минуттан кейін дәл осылай аударып қойып шығамыз. Тағы 5-10 минут тұрғаннан кейін енді газға табамызды қойып, майымызды құямыз. Қызып тұрған майға 2-3-тен салып, жақсылап, дәл осылай етіп қуырып алатын боламыз. Чак-чактарымыз бұралып шығуы қажет. Майдың бетіне шыққан кезде үстінен басып қалсаңыз, дәл осылай бұралып шығады. Қатты қызарттырып жібермейміз, майдан аламыз. Көріп тұрғаныңыздай, дәл осылай салған кезде үстінен басып қалсаңызда бұралып шығады.
Енді сиропымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге шекер керек болады. Шекерімізді ыдысымызға салып, кішкене су салып, жақсылап араластырамыз. Дәл осылай қайнап бастайды. 5-10 минут қайнағаннан кейін кішкене араластырып жібереміз. Және 1,5 қасықта бал салдым, ал сіздер қалауыңыз бойынша салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Лимонный кислотадан кішкене салдым, көп салып жібермеңіздер, дәл осылай кішкене салсаңыздар жетеді. Енді жақсылап араластырамыз. Біздің сиропымыздың дайын болғанын білуіміз үшін суға дәл осылай тамызып көреміз. Және дәл осылай көтерген кезіңізде қатып шықса, біздің сиропымыз дайын болған болады. Мен чак-чактарды екіге бөліп алдым. Әдемілерін теріп-теріп бір ыдысқа салып қойдым. Ал енді үстінен сиропымызды құйып жақсылап араластырамыз. Араластырып дайындап алдық. Енді ыдысымызға саламыз. Чак-чактарымызды енді әдемілеп бір формаға келтіріп аламыз. Қолымызбен бір-біріне жабыстырып, әдемілеп формасын келтіреміз. Дәл осылай дайындап алғанымыздан кейін үстінен кішкене сиропымызды құямыз. Енді алып қойған формалар әдемі чак-чактарымызды сиропымызға батырып, дәл осылай әдемілеп бір қатарда қойып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, дәл осылай әдемілеп қойып шығасыздар. Ал барлығын қойып алғанымыздан кейін үстіңгі қатарынан тағы дәл осылай қойып шығатын боламыз. Енді сиропымызды үстінен жағып жібереміз. Бір-біріне жабысып, формасын ұстап тұру үшін. Көріп тұрғаныңыздай әдемі чак-чактарымыз дайын болды. Өте әдемі болып шығады. Дастарханның көркін ашатын және дәмдері де ерекше аузыңызда қалатындай чак-чактар болады міндетті түрде. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз және қоңырау түймешесін басып қойыңыз. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларым біріншілерден болып көретін боласыздар.